Короче, былай бұл туған күн емес, просто тамақтану ұқтыңдар ма? Просто тамақтануға келдік, бәріміз бар ғой. Что там, Коко? Там тишина. Қуа бермеш. Қашасызда. Парталысы ойнап қайды. Кіммен? Жалғыз өзім. Жалғыз өзім кіммен тұрғызба ғой, мақта жігіттер көп. Шығып баратыр, Сол шығындармен ойналар. ызылдама дедім, сіз кетіп қалып. Қазір тағы да адамдар келу керек, қонақтарымыз. Біз деген тамақтануға келдік. Туған күнді тойлап жатқан жоқпыз, просто тамақ ішіп қайту, эфирден кейін. Сол. Достар, жаман ойламасын, просто бүгін бас қосайық деп, бәріміз адам. Жоқ, жай тамақтануға келдік бүгін, жай тамақтануға келдік. Кешке көкте ғана бір тамақтануға келдік. Все, болды, тамақтануға ғана келдік. Міне бәрі жиналып, бәрі тамақ ішпей жүргенде бәрін жинап алдым, просто тамақтанайық деп. Просто жай әшейін, шын айтам, шын жүректен. Достар, күнделікті видео отырып WhatsApp-қа жауап беру арқылы 7,5 мың 10 мың теңге арасында табысты боласыздар. Жоғары свайп жасау арқылы өтіңіздер. Ең бастысы, сіздер жұмыс жасайтын болсаңыздар, сіздерге телефон және де интернет желісі ғана қажет болады. Және де жұмыс жасайтын адамға 200-ден астам марафондар беріледі. Тез өтіп үлгеріп қалыңыздар. Бәрі адал, шынайы, дайын текстпен дайын адамдарға жауап беру арқылы жұмыс жасайсыздар. Ay, bari geldi. Ay, bari geldi. Kapalak kaynar kapalak. Kapalak vur. Түсірмен ішмен. Жатам. Тишина өзінде Тишина тамаққа тойып алдық та, отырып па. рахат болып отырғандар. Қазақтың байығаны бір тойғаны дейді ғой. Қош еткенсіз, Арман бауырым, ассалаумағалейкум, қалай, денсаулық қалай, амансың ба? Бүгінгі шаңырақ көтеріп жатқан тойыңмен сені шын жүректен құттықтаймын, брат. Ұл болсын екеуің, бір жастықта бастарын қартайсын, бақытты бол, жапырақтарың жайыла берсін. Үйге кішкентай өзіңе ұқсаған тентек бүлдіршіндер көбейе берсін, шаршасаң тек бесік тербеп шарша, үйде памперстерге сүрініп қойып жүре бер дегендей. Саған деген сыйластықты білесің ғой, 98-ден бері ма таныспыз да. Содан бері неше жыл өтті міне, арамыздағы достығымыз өшпесін, тек осылай сыйласып жүре берейік. Алматыға келіп жатсаң хабарлас. Жалпы мен сені қатты сыйлаймын, құрметтеймін, өйткені маған кейбір адамдар қарсы шығып, менің таңдауымды қолдамай жатқан кезде сен брат, өз өмірің өзің біл, қалай болғанда да қолдаймыз деп кезінде көрсеткен қолдауыңды ұмытқан жоқпын. Сондықтан да сені сыйлаймын от души. Тезірек UFC-ге шық, а то мына жерде күте сарғайып кеттік. Давай, спортта да, өмірде де жолың ашық болсын, брат, бақытты бол. Біздер әдеттегідей қарнымыз ашып кетті, сонымен бір жерге тамақтануға келдік, өзіміздің үнемі келіп жүретін жерлеріміз. Әдемі ма, аппақ болу. Эльшат інім бар, бізге бүгін сурет видео түсіруге көмектесті. Көп рахмет, Эльшат. Енді сол жайлап қазір тамақтануға келдік, тамақ. Күндерің жақсы өтсін. Блин, Андреш, не дегенсің, қалай екен, Эльш? Ас болсын. Жан? Супер просто, как обычно. Стейк жақсы көретіндер бар ма? Болсын барлықтарыңызға. Күшті. Осыдан кейін тағы да бір қызық жерге баратын боламыз. Достар, міне біздер көп тұрғанымыздай Дэвид Уолкер дүкеніне келіп, осындай керемет бір әтірден алып алдық. Жанёнка өзінің Виктория Секрет, мен Крит Авенус деген есті таңдадым. Күн мерекесіне орай осындай керемет сыйлықтарды осы дүкеннен ала жүрсеңіздер болады. Өте сапалы, өте қолжетімді. Бұл енді екі көзқараста бөлінеді. Діни көзқараста айтатын болсаң, өмірдің мәні негізі басқаша, по идее. Былай енді өзім чисто былай өзімнің ойымен келетін болсақ, мен үшін өмірдің мәні деген ол отбасымда досым болсын, ақша, кәсіп барлығынан бас тартуға дайынмын отбасым үшін.
Өйткені екеуміздің де жұмысымыз Алматы қаласында. Біз ол жақтан қашып кеткен ештеңеміз жоқ. Бұйырса Алматыға анамызды алдырып алғаннан кейін осында да өмір бойы қызмет жасайтын болады. Сондықтан да ондай сұрақтар сендерді мазаламай қойғандарын сұраймын. Барлығы жақсы. Мамамның қолында қазір келін бар. Әрине өте оңай сұрақ. Құлжан, Мұрзағұл, Қожанияз, Төлебай, Бермағамбет, Бекболат, Нұрғазы менің жеті атам. Мен жеті атамды білем, жеті атасын білмеген жетесіз деп жатады, және де болашақта менің ұрпақтарым да жеті атасын білетін болады, және де әр жігіт жеті атасын біліп жүрген абзал. Жанёканы ең басында көрген кездегі әсерім өзінше болып қалған қыз, тіпті адам менсінбейтін, тіпті араласатын адам емес шығар деп ойладым. Сөйтсем, қазір менің келіншегім уже. Жалпы бала кезден арманым егіз бүлдіршіндердің ата-анасы болу, егіздердің әкесі болу. Бірақ енді ұл болсын, қыз болсын, қандай берсе де әйтеуір қуанышты боламыз, бақытты боламыз. Ең бастысы салиқалы ұрпақ нәсіп етсін, денсаулығы мықты болса, аман-есен дүниеге келсе біздерге сол қуаныш. Ол сұрақтың жауабын өзім әлі түсіне алмай жүрмін. 28 жыл болды. Қазір келіншегімнен сұрақ білейін, неге красавчиксың дейді маған. Ешкім түсінбейді оны, мен де білмеймін. Достар алдында қонақ келген кезде осы салаттың рецептін көптеген қыздар сұраған болатын. Ешқандай да қиын емес. Огурцы, помидор, ол кезде брынза болды. Қазір енді үйде брынза таусылып тұр. Брынза қосам, шөптерден шпинат, рукола қосам. Рукола да таусылып қалды. Үйде енді көрсеңіздер біраз шпинат қапты. Содан кейін кунжут и мынандай семішкенің дәндері. Сосын тұз, бұрыш және өзімнің итальянский травы деген приправам бар. Соны қосып жіберем, өте дәмді болады. Жасап көріңіздер. Кеше біреу айтып қойыпты, малма сиыр сияқты шөп жима, шемішкені қалай салады деп. Енді ол айтпай қойын, түсінбейтін адамдар просто өмір жеп көрмеген тамақтар шығар мүмкін. Сондықтан солай жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Брынзаны ұмытпаңыздар.